17 ғасырдың соңында қазақ жері мен оның халықтары ауыр сынақтарды бастан өткерді. Жоңғарлардың жаулап алу саясаты қазақ халқын қорғанысқа мәжбүр етті. Бұл уақытта қазақ жерінде Жәңгір хан билік құрды. Оның алдындағы басты мақсат елін қорғау, қазақ жерін жау басып алуынан сақтау еді. Жәңгір хан ел ақсақалдары мен батырларды жинап, жоңғарлардың шабуылы күннен күнге күшейіп барады. Бізді қорқытуды тоқтатқан жоқ. Егер біз бірікпесек, қазақ жері қирап қалуы мүмкін. Батырлар мен қолбасшылар бізге елді қорғау үшін күш біріктіру қажет. Құттыбай батыр: хан, біз дайынбыз. Біздің жерімізді қорғауға серт береміз. Бейбітшілік болмайды. Олардың жаулап алуына жол бермейік. Жоңғарлардың үлкен әскері қазақ даласына енеді. Бүкіл далада көшпелі адамдардың тыныш өмірі бұзылады. Жоңғарлар шекараларды бұзып, ауылдарды басып алады. Жоңғар басшысы Алтай: қазақтарды талқандап, осы жерді өзіміздің жерімізге айналдырамыз. Бұл жер біздің болашақтың бір бөлігі болады. Жәңгір хан батырлармен бірге жауға қарсы күрес жоспарын құрады. Ол өзінің қолбасшыларын, батырларын дайындап, оларды бірлікке шақырады. Біз тек күшімізді ғана емес, ақыл ойымызды да пайдалануға тиіспіз. Жоңғарлар тек қатаң күшпен жеңілмейді. Әрбір қадамымыз маңызды. Қандай да бір қателік біздің халықтың тағдырына әсер етуі мүмкін. Құттыбай батыр: біз елдің әрбір азаматын жауға қарсы күресуге шақырамыз. Қорғаныс үшін әрбір қорғаныс шебін дайындайық. Қазақтың мықты батырлары ешқашан алданбайды. Қазақ батырлары мен жоңғар әскері арасындағы үлкен шайқас басталады. Қаншама қанды шайқастар, түнгі уақытта жүргізілген тосқауылдар мен күтпеген шабуылдар. Қазақ батырлары өз жерін қорғау үшін жанын салады. Жәңгір хан мен оның батырлары өздерінің жүректілігімен, ақылдылығымен жоңғарларды шегінуге мәжбүр етті. Бұл қазақ халқының тәуелсіздігін қорғау жолындағы маңызды кезең болды. Жоңғарлар шегініп, қазақ даласы жеңіске жетеді. Жәңгір хан: бұл жеңіс біздің бірлігіміздің, табандылығымыздың жеңісі. Біз өз жерімізді қорғап, ата-бабамыздың даңқын сақтадық. Тек бірлікте болсақ, қазақ елін ешкім басып ала алмайды. Жәңгір ханның ерен ерлігі, ел қорғаудағы көшбасшылығы қазақ тарихында мәңгі қалды. Оның тұлғасы мен ерлігі қазіргі ұрпақ үшін үлкен рухани мұра болып табылады. Еліміздің тәуелсіздігі мен тыныштығын сақтау үшін әрқайсымыз өз жерімізді, халқымызды қорғауға дайын болуымыз керек. Біз өз тарихымызды ұмытпауымыз керек.